Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін болгар бұрышын қысқа сақтайтын боламыз. Сіздерге 5 түрлі әдісін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Ең алдымен болгар бұрыштарымыздың артық жерлерін алып тастаймыз. Жақсылап салқын сумен жуып, кішкене кептіріп алатын боламыз. Бұрыштарымызды осылайша ұзынша етіп турап аламыз. Бұл түрін пиццаға, салатқа қоссаңыздар болады. Және де мен осындай арнайы пакланның осындай пакетін сатып алдым. Өте ыңғайлы. Осы пакеттің ішіне туралған бұрыштарымызды салып, ішіндегі артық ауаны қолымызбен шығарамыз. Сөйтіп бетін жақсылап байлап қоямыз. Сонымен қатар менің каналымда қыстық салаттардың рецептері бар. Икра, лечо сияқты салаттардың рецептісін каналыма салып қойдым. Жоғарыға сілтемесін қалдырып кетемін. Қарап өтіңіздер. Келесі кезекте осындай сақина тәрізді істесем бе екен, осылай турап аламыз. Бұл түрін жұмыртқа қуырған кезде салаттарға қолдансаңыздар керемет болады. Үшінші түрі ол осылай болгар бұрыштарының бірінің ішіне бірін саламыз. Үлкеннің ішіне осылай кішілерін салып, нығыздап осылай қоямыз. Бұл түрін біз қайнатпа сорпаға, қамырауқаттың сорпасына және де голубцыға қолдана аламыз. Енді болгар бұрыштарымызды осылай төрт бұрышты етіп турап аламыз. Бұдан да майда етіп турасаңыздар да болады. Барлығын да видеода көрсеттім. Осылайша барлығын турап, пакеттерге салып, ішіндегі артық ауасын шығарып, аузын жақсылап байлап, мұздатқышқа салып қоятын боламыз. Қыста жасаған тамақтарымызға, сорпаға, лагманға, әртүрлі тамақтарға осы болгар бұрыштарын қосатын болсаңыздар тамаққа. Егер де осы видеом сіздерге пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін баса кетіңіздер.